Неге мен орта адамның бай болуындағы ең мықты инструмент деп санамаймын. Бір бөлмеде 4 миллионер болса, 5-ші сен болсаң, міндетті түрде сен де миллионер боласың. Сен ортаң қандай болса, сен де сондай боласың деген сөздер естіген шығарсыздар. Бірақ та өмірде әрқашан олай емес. Мысалы, мен алып қарайтын болсам, мен өте қатты білім бермейтін мектепте оқығам. Менің райондағы ортамда шегетін, ішетін, яғни мен дұрыс емес ортада өстім да. Бірақ та оған қарамастан мен өмірімде бір ретте ішіп те көрмегенмін. Яғни ортам маған әсер ете алмады да. Неге әсер ете алмады? Себебі, яғни жетістікке жетудегі ең басты құрал ол дұрыс мақсаттың болуы. Менде бала кезден дұрыс мақсат, дұрыс құндылық болды да. Менің ортам ол затқа әсер ете алмады менің өзгеруіме. Көп кәсіпкерлердің жанында мобилографтар жүреді, мысалы Руслан Берденов ағамыздың, Жұмабек Жанықұлов ағамыздың жанында мықты мобилограф, мықты қасында командасы жүреді. Бірақ та сұрақта, неге ол миллиардер, миллионерлардың жанында жүрген адамдар бай емес? Неге олар сол сияқты болып кетпейді деген сұрақ келеді да. Яғни бұл жерде олар жанында жүрген кезде, мықты кісілердің, миллиардерлардың жанында жүрген кезде, олар ол адамдардан бір зат үйренем, мен бұл адамнан бір затты үйреніп алып, оны өмірде қолданам дегендей ниеттері болмайды ол адамдар. Ол адам естиді, маған зарплата беріп жүр, бұл менің братаным деп жанында жүре береді. Бірақ та ол байымайды. Себебі оның мақсаты жоқ. Бүкіл мәселе осы мақсатқа келіп тіреледі да. Яғни сіздер дұрыс мақсат қойып, ұмтылыстарыңыз болмаса, бүкіл ортаның, алған білімнің пайдасы жоқ. Ең бастысы ол мақсаттың болуы. Мен сіздерге айтам, қазір сіз бір мықты кәсіпкердің жанында мобилограф болып жүрсеңіздер, немесе бір компанияда жұмыс жасап жүрсеңіздер, сіздердің бай болып, успешный болып кетуіңізге ол гарантия емес. Успешный болып, бай болып кету гарантияларыңыз тек қана сол жаңа ортаңызды пайдалануыңыз өзіңіздің мақсатыңызға. Мықты орта әрқашан адамның айналасында қалыптасады. Мысалы, мен өзімнің ортамды өзім құрмадым да әдейі. Менің ортам өзі пайда болды. Не үшін пайда болды? Себебі еркебұлан ақша табады, себебі еркебұланның мышлениясы дұрыс, себебі еркебұлан көмектесе алады, себебі еркебұлан пайдалы болады. Соның арқасында менде мықты орта пайда болды да. Ал егер де менде ештеңе болмаса, менде ешқандай құндылығым болмаса, маған мықты орта қалыптаспаушы еді. Сол үшін де ортаға кіруге асықпаңыздар. Керісінше өздеріңіздің мықты орталарыңызды құрыңыздар. Видео пайдалы болса, ұнаса, міндетті түрде подписаться етіңіздер. Сіздердің сандарыңыз көбейген сайын біздің жаңа видео жасауға деген мотивациямыз арта береді. Міндетті түрде комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Мен барлық сообщенияларыңызды, барлық комментарийларыңызды оқимын, және де видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода кездескенше мықты ортаны әрқашан өзіміз қалыптастырайық.